Құдайды іздемейтін адам рухани өлі адам деп саналады. Мұндай адамға өзі үшін бірдеңе істеу қиын. Иса Мәсіхтің айқыштағы құрбандығына сенбейтін және оны қабылдамайтын адам құтқарыла алмайды. Құтқарылу 100% Исаның рақымы мен істерінің арқасында жүзеге асады. Біздің істеріміз Құдайдың мейірімі мен құтқарылуына әсер етпейді. Иса Мәсіхтің айқыштағы өлімін қайтару, өзгерту мүмкін емес. Сондықтан біздің қазір әділ және мінсіз екенімізді де жоққа шығаруға болмайды. Көптеген адамдар құтқарылу, өзгеруі мүмкін деп қателеседі. Киелі кітапты оқитын адамдар оның мағынасын дұрыс түсінбегендіктен шайтан оны пайдаланады. Шайтан мұны пайдаланып адамдарды күмәнға салады. Адам ата мен Хауа анамыз Құдайдың сөзін тастап шайтанға сенді. Құдайдың көзімен қараған кезде шайтанға сенген ол рухани өлі адам. Рухани өлі адамдардың барлық істері де өлі. Сондықтан құтқарылу алдында өмір өлі өмір. 1 Коринттарға арналған хат 15 тарау 21 аят. Бір адам арқылы өлім дүниеге келді. Сол сияқты бір адам арқылы өлгендер қайта тіріледі. Жаратушы иеміз адам атадан туылған барлық адамдардың рухани өлі екенін айтады. Ефестіктерге арналған хат 2 тарау 1 аят. Бұрын сендер Құдайдың бұйрығын бұзып, күнә жасай беріп, рухани өлі едіңдер. Рухани өлім Құдаймен байланыстың үзілгенін көрсетеді. Құдаймен ешқандай байланысы жоқ адам Құдайдың берген заңды өзі сақтауға тырысады. Жан дүниесінде күнә болғандықтан, оның істеген бәрі Құдайдың көз алдында өлі. Құтқарылудан бұрын менің барлық күш-жігерім, барлық істерім зая кетті. Құдаймен байланысым үзілгендіктен және істеген барлық ісімнің бекер болғанын түсіну бұл тәубе, яғни Құдайға қайта оралу.